Қойдың сүті қорғасын, ешкі сүті емдеп, қазақ халқы ешкі сүтінің ағзаға пайдалы екенін ерте заманнан білген. Ешкі сүті А, В, С, Д, Е витаминдерінің, басқа да микро және макро элементтерінің қайнар көзі болғандықтан адам ағзасына өте пайдалы. Бұл жануардың сүті сонымен қатар белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін тиімді табиғи дәрі болып табылады. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, ешкі сүтінің сіз білмейтін емдік жолдарын толық білетін боласыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтыны бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды, себебі сиыр сүті аллергияны қоздырушы. Бірақ ағзаға сүт қажет, оны 100%-ға алмастыра алатын өнім ешкі сүті. Мұны түсіндіру өте оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды, сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ағзаны қалпына келтіруге көмектеседі. Ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен, сондықтан адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылады. Ол түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Онымен қоса ешкі сүтінің құрамында калийдің мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан тамыр жүйесі жұмысына өте қажет. Сүйекке пайдасы. Ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы витаминдер қоры жеткілікті. Сондықтан дәрігерлер балаға 1 жасынан бастап рахит ауруының алдын алу және оны емдеу үшін ешкі сүтін беруді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерлер мен ғалымдардың дәлелдеуінше бұл ешкі сүтін сүйегі сынған адамдар күніне 1 стаканнан ішіп отырса, сүйегі бітіп, қалпына келу процесі 2 есе жылдам болады. Ішек дисбактериозында ешкі сүтінің жасалған өнімдер ішек жұмысын қайта қалпына келтіруіне көмектеседі. Сондықтан бұл дерттен тезірек айығу үшін міндетті түрде ешкі сүтін ішіп, одан жасалған өнімдерді тамақ рационыңызға енгізіңіз. Асқазан және ішек ауруларында. Асқазан және ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті пайдалы. Оның құрамындағы лецитин асқазан және ішектегі шырышты, қабақ жараларын емдейді. Сонымен қатар асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандырып, ерекше қасиетке ие болады. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтін ішу арқылы емделетін мынадай амал көмектеседі. Күн сайын таңертең аш қарынға ешкінің 1 стақан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін әр кезде ұрттай жүріп, кешке дейін 2 стакан сүтті тауысу керек. Емдік курс 21 күн. Ешкі сүті диатез дерті кезінде көмектеседі. Қазіргі кезде көптеген балалар мен балалардың ата-аналары диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы мен оның емделуі ұзақ уақыт алатындығын ата-аналар жақсы біледі. Бұл дерттен ешкі сүтін ішіп, бір жолы арылуға да болады. Дәрігер педиатрлердің анықтауынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан балаға үзбей ешкі сүтін беріп, түрлі аурулардың алдын алған дұрыс болар. Ұйқы безінің қабынуында. Бұл дертке шалдыққан науқас күніне жарты литр шикі сүтті тамақ алдында 2 ай бойы ішу керек. Халықтық медицинада қант диабетімен ауыратын науқастарға ешкі сүтімен жүргізілетін емдік тәсілдер өте көп. Соның бірі мынадай. Күні бойы әр 2 сағат сайын ешкі сүтін үзбей ішіңіз. Мұны аптасына 1-2 рет жасау керек. Бірақ мұндай ем жүргізген кезде дәрі-дәрмек ішуге болмайды. Ешкі сүті қатерлі ісік ауруларының алдын алып, оның жеңіл түрлерінен айықтыратын қасиетке де ие. Сондай-ақ иммундық жүйеңізді нығайтады. Ешкі сүті жүкті әйелдер мен емізулі бала үшін де өте керек қорек.
құрамындағы витаминдер, микро және макро элементтері ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ондағы кальций баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізсе, болашақ ананың тістерінің түсуі және тырнақтарының сынуын болдырмайды екен. Ал емізулі әйелдер күнделікті ешкі сүтін пайдаланса, өзінің ғана емес, баланың ағзасында витаминдер қорымен байытып, сүйектерін қатайтады. Ешкі сүтін үзбей ішетін емізулі ана қаназық дерті мен витаминнің жеткіліксіздігінен зардап шекпейді. Артық салмақтан арылғысы келетіндерге де пайдасы бар. Ешкі сүті майлы болғанымен ағзаға май жинамайды, ал құрамы витаминдерге өте бай. Бұл сусын диета ұстап жүрген адам ағзасына түрлі витаминдермен қоректендіреді. Терідегі түрлі бөртпелер мен дақтарды кетіруде ешкі сүті табиғи тазартқыш құралы болып табылады. Шикі сүттен бетті сүртуге болады. Сонымен қоса, ол теріні ағартады. Шашты жуған кезде ешкі сүті қосылған сумен шайып тұрса, шаштың түсуін тоқтатады екен. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 витаминінің құрамында кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп, ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне оңды әсер береді. Калий мен магний ағзадағы зиянды элементтерді стронций мен радикулитті шығаруға көмектеседі. Сондықтан әсіресе қала тұрғындарына ешкі сүтін ішуге кеңес беріледі. Магний жетіспеушілігі қауіпті ауруларға соқтыруы әбден мүмкін. Адам ағзасы тәулігіне 400 мг магний қажет етеді. Осы қажеттілікті ешкі сүтінен алса, холестеринді азайтып, бүйрекке тас жиналудың алдын алады. Сондай-ақ қан қысымын қалпына келтіреді. Ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауыратын адамдарға ем ретінде ішуді ұсынса, Ибн Сина айналасындағыларға қартайғанда балаларының алдында мүсәпір халге жеткілерін келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп, оның ағзаның саулығы мен ұзақ жасауда пайдасы зор екенін атап өткен. Америка құрама штаттарының пікірінше, ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда адамның физиологиялық қажеттіліктерін оңтайлы қанағаттандырады. Авиценна жерлестеріне кәрі жасқа жеткенде ешкі сүтін ұдайы пайдалануды ұсынған. Ежелгі аңызға сенсек, найзағаймен алысқан Зевстің өзі Амельтая тәңірлік керемет ешкісінің сүтін мүйізінен ішкен. Әл-Фараби ешкі сүті туралы ең тұрақты деп жазған. Емдік қасиеттерін күшейту үшін оны түрлі қоспалармен, көз бұршағының бұлыңғыр тартуына қарсы күнжітпен, іш өтуге қарсы теңіз тастарымен, арпа жармасымен қайнатқан екен. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.